Достар, бұл Қазақ Storytime, біз бастаймыз. Не істеп жатырсыңдар? Бұл менің әйел! Уақыт 1992 жылдың күзі. Орын Алматы 2 темір жол вокзалы. Пойыздың доңғалақтары рельске соғылып, соңғы рет күрс етті де ысылдап барып тоқтады. Вагон есігі ашылғанда перрондағы адамдардың у-шуы, темекі түтіні мен вокзалдың ескі май иісі бірден мұрынға ұрды. Вагоннан иығына ескі әскери сөмке, вешмешок асынған, үстіне тозған, афганка формасын киген. Үңгі күйген. Тай тереңі түсті. Бұл Ерлан ес. Ол ауған соғысында арнайы барлау батальонында қызмет еткен. Оны елес деп атаушы еді, себебі ол жаудың тылына дыбыссыз кіріп, тапсырманы орындап, із-түзсіз жоғалып кететін. Ерлан туған қаласына 3 жылдан кейін оралды. Соңғы жылы госпитальда жатып, ес-түзсіз күйде болғандықтан үйіне хабарласа алмаған еді. Оның ойында тек бір ғана арман болды: сүйікті әйелі Айсұлуды құшақтау және кішкентай қызы Әлияның бетінен сүю. Ол соғыстың тозағынан тек сол екеуін ойлап аман қалған. Бірақ Алматы оны суық қарсы алды. Қала өзгеріпті. Көшедегі адамдардың жүзінде үрей бар. Дүкен сөрелері бос. Әр бұрышта былғары күртеше киген, шаштарын қысқалған дөрекі жігіттер, рекетерлер тұр. Шетелдік қымбат көліктер көбейген. Еліме не болған? Деп ойлады Ерлан такси ұстап тұрып. Ағай, таулы қыратқа горный гигант дейін, деді ол жүргізушіге. Жүргізуші иегде тартқан кісі Ерланның формасына қарап күрсінді. Ауғаннансың ба, балам? Иә. Аман келгенің жақсы. Бірақ қазір мұнда да соғыс, деді шал рөлді бұрап жатып. Атыс шабыс, ұрлық қарлық. Елді бетон деген мафия ұстап тұр. Сақ бол, балам. Ерлан мән бермеді. Ол үйіне асықты. Оның әкесінен қалған үлкен 2 қабатты жер үйі бар еді. Алматының ең шұрайлы ауданында, алма бағының ішінде. Бөтен үй. Такси ескі көшемен жүріп өтіп, Ерланның үйіне жақындады. Ерланның жүрегі лүпілдеп кетті. Қазір қақпаны ашады, алдынан қызы жүгіріп шығады. Бірақ такси тоқтағанда Ерлан көзіне сенбеді. Оның ескі, жасыл қақпасы жоқ. Оның орнына биік, қызыл кірпіштен соғылған 3 метрлік дуал тұр. Дуалдың үстінде тікенек сым тартылған. Бейне бақылау камералары орнатылған. Ол кезде бұл сирек кезетін байлық еді. Үйдің өзі де өзгерген. 2-ші қабаты үлкейтілген, шатыры ауысқан. Аулада қарулы күзетшілер жүр. Қақпа алдында су жаңа қара Мерседес, Кабан және 2 джип тұр. Бұл менің үйім ғой, деп күбірледі Ерлан. Ол көліктен түсіп қақпаға ұмтылды. Қақпа алдында қара форма киген, қолдарында автомат қысқартылған Калашников бар 2 еңгезердей күзетші тұр. Тоқта. Қайда барасың, солдат? Деп дөрекі сөйледі біреуі. Бұл менің үйім, деді Ерлан даусы дірілдеп. Менің әйелім Айсұлу қайда? Қызым қайда? Сендер кімсіңдер? Күзетшілер қарқылдап күлді. Сенің үйің. Ей, контуженный, есің ауысқан ба? Бұл Марат Бетонның резиденциясы. Қателестің, кет бар. Мен қателескен жоқпын. Ерлан алға ұмтылды. Күзетшінің бірі оны кеудесінен итеріп жіберді. Кет дедім ғой, бомж. Әйтпесе сүйегіңді жинай алмай қаласың. Ерланның көзіне қан толды. Соғыс инстинкті оянды. Күзетші қолын созғанда, Ерлан оның білегін қағып жіберіп, шынтағымен жағынан періп жіберді. Күзетші есеңгіреп қалды. Екіншісі автоматты көтере бергенде, Ерлан оның тізесін теуіп сындырды да қаруын тартып алды. Секунд ішінде 2 дәу жерде жатты. Ерлан автоматты оларға кезет. Айсұлу қайда? Деп ақырды ол. Сол сәтте қақпа ашылды. Ауладан тағы 5-6 қарулы жігіт жүгіріп шықты. Олардың артында балконнан қолында сигарасы бар, үстіне қымбат халат киген семіз, бетінде тыртығы бар адам қарап тұрды. Бұл Марат Бетон ие. Не шу мынау? Деді Бетон жалқау дауыспен.
Мынау афганец үй менікі деп тұр. Жігіттерді ұрды. Деп айқайлады жерде жатқан күзетші. Бетон мырс етті. Ескі қожайын ба? Тірі екен ғой. Жігіттер, қонақты күтіп алыңдар. Бірақ өлтірмеңдер. Мен онымен сөйлесемін. 5 адам Ерланға жабылды. Ерлан барлаушы. Ол екеуін құлатты, біреуінің мұрнын сындырды. Бірақ күштең емес еді. Артынан біреу басына күрекпен ұрды. Тарс. Ерланның көз алды қарауытып кетті. Ол тізерлеп қалды. Оны тепкіледі. Қабырғалары сықырлап сынды. Аузынан қан кетті. Ақыры, оны қоқыс сияқты жолдың шетіне лақтырып тастады. Келесі жолы келсең көмеміз. Деп түкірді күзетшілер. Қақпа жабылды. Көршінің сыры. Ерлан есін жиғанда кеш батып кеткен еді. Ол арықта судың ішінде жатыр. Біреу оның бетін сүртіп жатыр. Көзін ашса ескі көршісі Сәуле апай. Ол Ерланның анасындай болған мейірімді кісі. Ерлан. Ботамай. Тірі екенсің ғой, Сәуле апай жылап отыр. Апа. Айсұлу қайда? Деді Ерлан қырылдап. Сәуле апай оны сүйіп өзінің кішкентай үйіне алып кірді. Жарасын таңып ыстық шай берді. Сосын ауыр шындықты айтты. Сен кеткеннен кейін 1 жылдан соң қиындықтар басталды, балам. Марат, Бетон деген бандит пайда болды. Ол қалалық әкімшіліктегі кіршалары арқылы осы ауданның жерлерін тартып ала бастады. Сенің үйің ең шырайлы жерде еді. Айсұлу бермеді ме? Бермеді, ол күресті. Ерланым келеді, шаңырақты сақтаймын деді. Бірақ бұлар айуан ғой. Олар алдымен түнгі уақытта терезелерді сындырды. Сосын қоқан лоққы жасады. Ақырында Сәуле апайдың даусы дірілдеп кетті. Бір күні Айсұлу үйге кіргенде, олар үйден есірткі таптық деп жала жапты. Милиция да солардың қолында. Айсұлуды есірткіге тәуелді, есі ауысқан деп танып, қалалық жүйке аурулары ауруханасына, психушкаға зорлап жатқызды. Не? Ерланның қолындағы кесе сынып кетті. Айсұлу ма? Есірткі ме? Ол өмірінде темекі тартып көрмеген. Бәріміз білеміз, балам. Бірақ қарсы шыққандарды Бетон жоқ қылады. Айсұлуды жындыханаға қамап үйді қарыз үшін деген жалған құжатпен тартып алды. Ал Әлия ше? Қызым қайда? Ерлан орнынан атып тұрды. Айсұлуды алып кеткен соң, Әлияны қарайтын ешкімі жоқ деп, қаланың шетіндегі 3 балалар үйіне жетімханаға өткізді. Мен алып қалғым келді, бірақ маған бермеді. Сәуле апай сыбырлап қосты. Ол жетімханада жай емес, балам. Оны да Бетонның адамдары бақылайды. Олар балаларды шетелге сатады, немесе қайыр сұрауға пайдаланады деген сөз бар. Ерлан үнсіз қалды. Ол терезеге қарады. Қараңғы түн. Оның үйінде қазір бандиттер ішіп жеп тойлап жатыр. Оның сүйікті жары жындыханада дәрмен улануда. Оның кішкентай періштесі жетімханада жылап жатыр. Ерланның көзінен бір тамшы жас ақпады. Оның ішіндегі бір нәрсе үзіліп кетті. Адамдық, мейірімділік, заңға деген сенім бәрі өлді. Оның орнына елес оянды. Қан құйлы, аяушылықты білмейтін барлаушы. Рахмет, апа, деді ол орнынан тұрып. Қайда барасың, балам? Олар сені өлтіреді. Олар көп, олардың қолында билік бар. Ерлан сөмкесінен ескі, бірақ өткір десанттық пышағын алып, етігінің қонышына салды. Олар Ауғанстанда болған жоқ, апа. Олар соғыстың не екенін білмейді. Мен оларға көрсетемін. Ол айнаға қарады. Сақал мұртын қырды. Шашын тақырлап алып тастады, баяғыдай. Мен үйімді қайтарамын. Отбасымды қайтарамын. Ал Бетонды мен оны өз үйінің іргетасына қалаймын. Бірінші қадам, қару. Ерлан түнде Сәуле апайдың үйінен шықты. Ол Бетонға бірден шабуыл жасау ақымақтық екенін білетін. Оған қару керек. Ақпарат керек. Және команда керек. Есіне ескі досы түсті. Витя механик. Ауғанда бірге болған, техниканың құлағында ойнайтын жігіт.
Ол қаланың төменгі жағындағы гараждарда тұратын. Ерлан түнгі қаламен жүріп өтті. Гараждарға жеткенде ол таныс Жигулиді көрді. Гараж ішінде жарық жанып тұр. Ерлан кірді. Іште май-май болып бір дәу жігіт мотор жөндеп жатыр. Витя. Жігіт бұрылды. Қолында кілт, гаечный ключ. Ол Ерланды көргенде кілт қолынан түсіп кетті. Елес. Ерлан. Тірісің бе, бауырым? Екеуі құшақтасты. Витя орыс жігіті, бірақ қазақшаға судай. Ерлан бәрін айтып берді. Витя темекісін тұтатты. Жүзі қатайды. Бетон ба? Естігенмін, қаланың жартысын ұстап тұр. Милиция бастығы оның құдасы. Онымен алысу өлімге басты ой. Сен меніменсің бе, Витя? Деп сұрады Ерлан тіке. Әлде мен жалғыз кете берейін бе? Витя темекісін жерге тастап езіп тастады. Сен мені қанша рет өлімнен құтқардың? Есіңде ме, Кандагарда? Мен саған қарыздармын, бауырым. Және мен де бұл беспределден шаршадым. Витя гараждың түкпіріндегі ескі сейфті ашты. Ішінден майланған Калашников автоматын, 2 Макаров тапаншасын және бір қорап гранатаны, лимонка алып шықты. Соғыстан естелік ретінде алып қалып едім. Керек болады деп кім ойлаған? Деді Витя жымиып. Ерлан автоматты қолына алды. Темірдің суықтығы оған күш берді. Ең бірінші мақсат Айсұлу. Деді Ерлан жындыхана, оны сол тозақтан шығаруын керек. Ол жерді жақсы күзетеді, деді Витя. Бірақ менде ескі жедел жәрдем көлігі бар. Біз пациент алып келгендей болып кіреміз. Жоқ, деді Ерлан, біз тексеруші болып кіреміз. Түнде. Қасқырдың апаны. Сол түні Ерлан мен Витя қалалық психиатриялық аурухананың сызбасын зерттеді. Бұл ғимарат қаланың шетінде биік дуалмен қоршалған ескі ғимарат еді. Ерлан білмейтін бір сұмдық бар еді. Бетон Айсұлуды. Аурухананың бас дәрігері доктор Ажал деген лақап аты бар садист. Ол бетонның тапсырысымен Айсұлуға ес-түссіз ететін, жадыны өшіретін жаңа препараттарды сынап жатқан болатын. Егер Ерлан кешіксе, Айсұлу оны ешқашан танымауы мүмкін. Ерлан пышағын қайрады. Күт мені, Айсұлу, мен келе жатырмын. Кім жолымда тұрса, бәрін жайпап өтемін. Түн ортасы ауды. Соғыс басталды. Бірақ бұл Ауғанстандағы соғыстан да ауыр болмақ. Себебі бұл жолы жау бөтен ел емес, өз еліндегі паразиттер. Түн ортасы. Қалалық психиатриялық аурухана. Жауын сіркіреп тұр. Аурухананың сұр ғимараты қараңғы түнде бейіт басындағы ескерткіштей суық көрінеді. Терезелері торланған, қақпасы биік. Витя, механик, ескі, бірақ мотор күшейтілген Волганы аурухананың артқы жағындағы қараңғы тұйыққа тоқтатты. Елес, деді ол сыбырлап. Ғимараттың сызбасын қарадым. 3-ші қабат А блогы. Ол жақта ерекше қауіпті немесе төлемақысы жоғары пациенттер жатады. Айсұлу сол жерде болу керек. Күзет күшті. Есіктерде электронды құлып жоқ, ескі темір кілттер. Бірақ дәліздерде санитарлар жүреді. Олар дәрігер емес, бұрынғы зектер. Қатыгез. Ерлан қара киім киген, бетінде қара маска. Етігінің қонышында пышақ, белдігінде Макаров тапаншасы, дыбыс бәсеңдеткіші жоқ, сондықтан оны тек соңғы жағдайда қолдану керек. Мен кіремін. Сен осында күт. Егер 20 минутта шықпасам, кетіп қал. Жоқ, деді Витя мылтығын оқтап. Мен сені тастамаймын. Мен артқы есіктің күзетін аламын. Сен ішке кір. Елес іске кірісті. Ерлан дуалдан мысықша секіріп түсті. Жаңбыр оның дыбысын жасырды. Аула ішінде неміс овчаркасы байлаулы тұр екен. Ит ырылдады. Ерлан қалтасынан бір кесек ет шығарып лақтырды, ішінде ұйықтататын дәрі бар. Ит етті қағып алды да 1 минуттан соң сұлап түсті. Ерлан ғимаратқа өрмеледі. Суағар құбыры арқылы 2-ші қабаттың терезесіне жетті. Тор ескі екен, Витя берген арнайы құралмен
домкрат торды дыбыссыз қайырып ішке кірді. Іштен хлордың, дәрінің және қорқыныштың иісі мұрнына келді. Дәліз ұзын, жарық әлсіз. Ара-тұра палаталардан шыңғырған, күлген, жылаған дауыстар естіледі. Нағыз тозақ. Ерлан көлеңкемен бірге жылжыды. Дәліздің басында 2 санитар темекі шегіп тұр. Үстерінде ақ халат, бірақ түрлері қарақшыдан бетер. Кешегі жаңа түскен келіншекті көрдің бе? Айсұлу ма, кім еді? Деді біреуі ыржиып. Сұлу екен. Бас дәрігер оған ерекше ем тағайындады. Иә, галоперидолдың қосарланған дозасы. Ертеңге дейін миы ағып кететін шығар. Сосын бетонның жігіттері келіп ойыншық қылады. Ерланның қаны басына шапты. Бірақ ол ашуын тежеді. Ол дыбыссыз жақындады. Бірінші санитар бұрыла бергенде Ерлан оның аузын басып мойнынан қысты. Санитар дыбыс шығара алмай есінен танып құлады. Екіншісі шошып кетті, айқайламақ болды. Ерлан оның кеңірдегінен ұрып қабырғаға соқты. Екеуін сүйреп бос палатаға кіргізді. Байлап тастады. Халаттарын және кілттерін алды. Доктор Ажал. Ерлан ақ халатты киіп, 3-ші қабатқа көтерілді. А блогының есігі темір тормен жабылған. Кілтті салды. Ашылды. Дәліздің түбінде бас дәрігер деген тақтайша тұр. Есігі сәл ашық. Іштен біреудің ыңырсыған даусы естіледі. Ерлан есікті ақырын ашты. Кабинет іші кең. Ортадағы креслода Айсұлу байлаулы отыр. Оның шашы жалбыраған, жүзі аппақ шүбіректей, көздері бос. Аузынан сілекей ағып тұр. Ол есін білмейді. Оның жанында қолында үлкен шприц ұстаған, көзілдірікті тақырбас адам тұр. Бұл доктор Ажал. Қорықпа, сұлуым, деді дәрігер мысқылдап. Бұл соңғы укол. Бұдан кейін сен тіпті өз атыңды да ұмытасың. Сенің күйеуің, балаң бәрі тұманға айналады. Дәрігер инені Айсұлудың мойнына жақындатты. Ерлан шыдай алмады. Ол кабинетке атылып кірді. Жолама оған, ит. Деп ақырды ол. Дәрігер шошып кетіп, шприцті түсіріп алды. Ол үстелдегі дабыл түймесіне ұмтылды. Ерлан үлгерді. Ол дәрігердің қолына пышағын қадап жіберді. Дәрігер шыңғырып еденге құлады. Ерлан Айсұлуға жүгірді. Айсұлу. Жаным. Мен келдім. Мен Ерламын. Айсұлу басын әрең көтерді. Оның қарашығы үлкейіп кеткен. Ерлан. Деді ол сыбырлап. Сен өлдің ғой. Бұл түспе. Жоқ, мен тірімін. Қазір кетеміз. Ерлан оның қолындағы қайыс белдіктерді кесіп жіберді. Айсұлу орнынан тұра алмады. Аяғы баспайды. Ерлан оны көтеріп алды. Сол кезде еденде жатқан дәрігер қалтасынан кішкентай пистолет шығарды. Сендер ешқайда кетпейсіңдер. Бетон мені өлтіреді. Оқ атылды. Тарс. Оқ Ерланның иығын жарып өтті. Ерлан ауырсынуды елемеді. Ол бұрылып дәрігердің басынан тепті. Дәрігер сұлап түсті. Қашу. Оқ даусы бүкіл аурухананы оятты. Сирена қосылды. Дәлізде айқай-шу басталды. Айсұлу, менің мойныма асыл. Жіберме, деді Ерлан. Ол дәлізбен жүгірді. Алдынан 3 санитар жүгіріп шықты. Қолдарында темір таяқ, дубинка. Ерлан Айсұлуды қабырғаға сүйіп өзі алға шықты. Бұл жекпе-жек қатыгез болды. Ерлан жаралы иығына қарамастан арнайы жасақтың әдістерін қолданды. Біреуінің қолын сындырды, екіншісін терезеден лақтырып жіберді. Үшіншісі қаша жөнелді. Ерлан Айсұлуды қайта көтерді. Артқы баспалдаққа жетті. Төменде Витя күтіп тұр екен. Ол есікті ашып, автоматпен жоғарыға қарап тұр. Елес. Тездет. Милиция келе жатыр. Ерлан төмен түсті. Аулаға шыға бергенде прожекторлар жанды. Қақпа жақтан милицияның УАЗ және 2 қара джип кіріп келе жатты. Бұл бетонның адамдары. Олар сигнал алған. Қақпан.
деп айқайлады Витя, артқы қақпа жабық. Қабырғаны бұзамыз, деді Ерлан. Олар Витяның Волгасына отырды. Ерлан Айсұлуды артқы орындыққа жатқызды. Витя, газды бас. Тура дуалға. Сен жындысың ба? Бас деймін. Витя газды еденге дейін басты. Ескі Волга гүрілдеп орнынан жұлқынды. Алдыда кірпіш дуал. Артында оқ жаудырып жатқан бандиттер. Гүрс. Машина дуалға соғылды. Кірпіштер шашырап кетті. Волганың алды майысты, бірақ моторы сөнбеді. Олар қоршауды бұзып қараңғы көшеге шықты. Артынан қуғын басталды. Қуғын. Қараңғы көшелер. Жаңбыр. Джиптер жақындап келеді. Олардан автоматтың оғы жауып тұр. Артқа әйнек быт-шыт болды. Ерлан, басын тигізбе, деп айқайлады Витя рөлді бұрап. Ерлан Айсұлудың үстіне жатып, оны денесімен жапты. Қорықпа, жаным. Бәрі жақсы болады. Ерлан терезеден Калашниковын шығарды. Ол дөңгелекті көздеді. Бірінші джип жақын келді. Люктен біреу шығып ата бастады. Ерлан дәлдеп атты. Тра-та-та. Оқ джиптің алдыңғы дөңгелегіне тиді. Машина басқарудан шығып, жол шетіндегі бағанаға соғылып, аударылып қалды. Екінші джип сәл кідірді. Витя осы сәтті пайдаланып тар көшелердің, дворлардың арасына кіріп кетті. Олар іс жасырды. Қауіпсіз жер. Таң атаулар қала сыртындағы ескі, қараусыз қалған саяжайға, дачаға жетті. Бұл Витяның құпия орны еді. Ерлан Айсұлуды үйге кіргізді. Пеш жақты. Айсұлу дірілдеп бұрышта отыр. Дәрінің күші әлі қайтпаған. Ерлан, деді ол кенет. Әлия, біздің қызымыз. Мен білемін, деді Ерлан оның қолын қысып. Ол жетімханада. Жоқ. Айсұлудың көзінен жас ыршыды. Олар айтқан. Дәрігер айтқан. Әлияны ертең шетелге алып кетеді. Сатып жіберді. Не? Ерлан орнынан атып тұрды. Ертең таңертең әуежай. Оны американдықтарға сатты. Егер үлгермесең, біз оны ешқашан көрмейміз. Ерлан сағатына қарады. Таңғы 05:00. Ұшақ қашан ұшатыны белгісіз, бірақ уақыты аз. Ол жаралы иығын таңып тастады. Витя мылтықтарын тазалап отырды. Демек, демалуға уақыт жоқ па? Деді Витя күрсініп. Жоқ, бауырым. Ендігі мақсат 3 жетімхана. Немесе жолдан ұстау керек. Ерланның көзінде шаршау жоқ, тек өрт бар еді. Бетон менің әйелімді құртты. Енді қызымды сатпақшы. Мен бүгін Алматыны қанға боясам да, қызымды алып қаламын. Ерлан далаға шықты. Жаңбыр басылып, күн шығып келеді. Бірақ бұл күн бетон үшін соңғы күн болуы мүмкін. Таңғы сағат 06:30. Қала шетіндегі ескі саяжай. Таңғы салқын ауада қан мен бензин иісі сезіледі. Ерлан жаралы иығын қатты таңып тастады. Айсұлу дәрінің әсерінен әлі ұйқыда жатыр. Оны осында, көрші саяжайда тұратын сенімді кемпірге Витяның танысы тапсырды. Витя, механик, ескі Волганың капотын ашып бірдеңелерді шұқылап жатыр. Машинаның алды майысқан, терезелер жоқ, бірақ жүріп тұр. Ерлан, деді Витя майлы қолын сүртіп. 3 жетімхана қаланың арғы шетінде, тастақ жақта. Ол жерді бетонның адамдары түрмеден бетер күзетеді. Олар балаларды тауар сияқты сақтайды. Біз екеуміз ғанамыз. Қалай кіреміз? Ерлан автоматтың оғын тексерді. Біз есіктен кірмейміз, Витя, біз қабырғаны бұзамыз. Маған сенің жарылғыш заттарың керек. Витя жымиды. Ауған коктейлі ме? Бар 2 бөтелке бензин және ескі граната. Жарайды, командир. Кеттік. 3 жетімхана, тозақ қақпасы. Жетімхана ғимараты сұр, көңілсіз, терезелері торланған ескі мектепке ұқсайды. Ауласында балалар жоқ. Қақпа алдында 2 қара джип тұр. Күзетшілер темекі шегіп күлісіп тұр.
Ерлан дүрбімен қарады. Анау тұрған ғимарат әкімшілік, деді ол сыбырлап. Директордың кабинеті екінші қабатта. Балаларды жертөледе немесе бірінші қабаттағы торлы бөлмеде ұстайды. Жоспар қандай? Деп сұрады Витя. Сен артқы қақпаға бар. Сол жерде шу шығар. Көлікті өрте, граната лақтыр, әйтеуір олардың назарын аудар. Олар артқа жүгіргенде мен алдыңғы жақтан кіремін. Шабуыл. Витя Волганы артқы қақпаға тақап қойды. Бензин құйылған шөлмекті тұтатты да қақпаның түбіне лақтырды. Гүрс. Жалын лап етті. Артынан граната жарылды. Жетімхананың артқы дуалы опырылып түсті. Дабыл қағылды. Алдыңғы қақпадағы күзетшілер рацияларына айқайлап артқы жаққа қарай жүгірді. Шабуыл. Өрт. Бұл сәтті Ерлан күтіп тұрған. Ол көлеңкеден шығып, алдыңғы қақпаның ашық қалған есігінен сытылып кірді. Аулада қалған жалғыз күзетші оны байқап қалды. Ей! Ерлан жүгіріп келіп, секіріп теуіп, оны сұлатып түсірді. Автоматын тартып алды. Ғимаратқа кірді. Іші тып-тыныш. Балалардың даусы естілмейді. Тек дәліздің түбінен біреулердің сөйлескен даусы шығады. Ерлан қабырғаны жағалап жүрді. Бірінші қабаттағы үлкен залдың есігі ашық тұр. Ішке қарады. Жүрегі езіліп кете жаздады. Залда 50-ге жуық бала жерде, матрастардың үстінде жатыр. Киімдері жыртық, жүздері жүдеу. Кейбіреулерінің қолында көгерген іздер бар. Бірақ Әлия жоқ. Ерлан балалардың арасынан жүгіріп өтті. Әлия. Әлия. Балалар қорқып бұрышқа тығылды. Бір кішкентай ұл бала, жасы 6-ларда, Ерланның шалбарынан тартты. Аға, сіз Әлияны іздеп жүрсіз бе? Иә. Сен оны білесің бе? Қайда ол? Оны. Және тағы 2 қызды жаңа ғана алып кетті. Директор ағай мен қара көзілдіріктілер алып кетті. Қайда? Америкаға, деді. Олар жылады. Ерланның тістері сықырлады. Кешігіп қалды. Ол 2-ші қабатқа, директордың кабинетіне ұмтылды. Директордың соты. Директордың кабинеті. Семіз, беті жылтыраған директор сейфтегі ақшаны, көк долларларды сөмкеге салып жатыр екен. Ол қашуға дайындалып жатқан. Есік теуіп ашылды. Ерлан кірді. Директор шошып кетіп қолындағы ақшаны шашып алды. Сен кімсің? Күзет. Күзетің өлді, деді Ерлан суық дауыспен. Ол директордың жағасынан алып үстелге соқты. Менің қызым қайда? Әлия қайда? Мен білмеймін. Қандай Әлия? Ерлан пышағын алып директордың саусағына тақады. Есіңе түсір. Қазір саусағыңды кесемін. Айттым. Директор шыңғырып жіберді. Оны бетонның адамдары алып кетті. 20 минут бұрын. Қайда алып кетті? Әуежайға ма? Жоқ. Қалалық әуежайда милиция бар. Олар жеке ұшақпен ұшады. Қала сыртындағы Боралдай аэродромына кетті. Сол жерде шетелдіктер күтіп отыр. Ұшақ қашан ұшады? 1 сағаттан кейін. Ол жақта тек Әлия емес, тағы 5 бала бар. Элиталық тауар дейді оларды. Ерлан директорды жерге лақтырды. Сенің жазаңды Құдай береді. Бірақ қазір емес. Ол сейфтегі ақшаны алды да, керек болады, терезеден секіріп кетті. Далада Витя атысып жатыр екен. Витя. Кеттік. Боралдайға. Ол қай жақ? Қала сырты. Ұшаққа үлгеруіміз керек. Өлім жарысы. Олар джипті директордың көлігін тартып алды. Ерлан рөлге отырды. Боралдай аэродромы қаладан 20 шақырым жерде. Жол нашар. Уақыт тығыз. Ерлан газды түбіне дейін басты. Спидометр 140-ты көрсетті. Егер үлгермесек, деді Ерлан рөлді қысып. Егер ол ұшақ көкке көтерілсе, мен қызымды енді көрмеймін. Витя терезеден қарап келеді. Артымызда құйрық бар. 2 машина. Бетонның жігіттері.
Артқы айнадан екі қара БМВ көрінді. Олардан оқ атылып жатыр. «Витя, ат!» деді Ерлан. Витя терезеден шығып, автоматпен жауап қайтарды. Трассада нағыз соғыс басталды. Оқтар джиптің темірін тесіп өтті. Бір БМВ жақындап келіп, бүйірден соғуға тырысты. Ерлан рөлді күрт бұрып, оны жолдан шығарып жіберді. БМВ аударылып кюветке ұшты. Екіншісі қалмады. Алдыда темір жол өткелі. Шлагбаум жабылып жатыр. Пойыз келе жатыр. Ерлан: «Тоқта, пойыз!» деп айқайлады Витя. «Тоқтасақ өлеміз!» Ерлан газды басты. Джип шлагбаумды бұзып өтіп, рельстің үстінен секірді. Гүрс! Пойыздың локомотиві олардың артынан 1 метр жерден өтіп кетті. Ал қуғыншы БМВ үлгермеді. Ол тежегішті басып, пойызға соғылмау үшін бұрылып, бағанаға соғылды. Аэродром. Боралдай аэродромы. Ұшу алаңында кішкентай жекеменшік ұшақ Як-40 қозғалтқыштарын қыздырып тұр. Ұшақтың жанында 2 қара лимузин және 1 жүк көлігі тұр. Марат, Бетон сол жерде. Ол ұзын плащ киген, қолында таяғы бар. Оның жанында 2 шетелдік америкалықтар және күзетшілер тұр. Балаларды 6 кішкентай қызды, оның ішінде Әлияны ұшаққа қарай итеріп барады. Әлия жылап артқа қарай: «Папа, папа!» Ерланның джипі аэродромның қоршауын бұзып кірді. «Әлия!» деп айқайлады Ерлан. Бетон оларды көрді. «Атып тастаңдар!» деп бұйырды ол. Күзетшілер, шамамен 10 адам, көлікке қарай оқ жаудырды. Джиптің дөңгелегі жарылды. Көлік шыр айналып барып тоқтады. Ерлан мен Витя көліктен түсіп дөңгелектің тасасына тығылды. «Витя, сен оларды жауып тұр. Мен ұшаққа жүгіремін», деді Ерлан. «Сен жындысың ба? Ол жер жалаң алаң ғой», деді Витя. «Мен елеспін ғой, ұмыттың ба?» Ерлан түтін шашатын гранатаны директордың көлігінен тапқан лақтырды. Алаңды қою ақ түтін басты. Күзетшілер түк көрмей қалды. Ерлан түтіннің арасымен жүгірді. Оқтар жанынан ызыңдап өтіп жатыр. Ол ұшаққа жақындады. Баспалдақта Әлияны көтеріп бара жатқан күзетшіні көрді. Ерлан секіріп күзетшінің аяғынан атты. Күзетші құлады, бірақ Әлияны жібермеді. Ол пистолетті Әлияның басына тақады. «Тоқта, атамын!» деп айқайлады бандит. Ерлан қатып қалды. Түтін сейілді. Ерланды қоршап алды. Бетон жақындап келді. Ол күлді. «Міне, батыр да келді. Мен сені күткенмін, солдат». Ол Ерланның алдына келіп тоқтады. «Қаруыңды таста. Әйтпесе қызыңның миы ұшақтың қанатына жағылады». Ерлан Витяға қарады. Витя алыста, оқсыз қалған сияқты. Ерлан автоматты жерге тастады. «Ақылды бала», деді Бетон, «ұшаққа отырғызыңдар қызды. Ал мынаны байлап менің көлігіме салыңдар. Мен онымен жеке сөйлесемін. Ол менің үйімді бұзған үшін жауап береді». Әлияны ұшаққа кіргізіп жіберді. Есік жабылды. Ұшақ орнынан қозғалды. Ерлан тізерлеп отырды. Оның көзінен жас ақты. Ол жеңілді ме? Жоқ. Ол Витяның соңғы сыйлығын, көліктің астына жасырған радио басқарушы минаны іске қосуды күтіп отырған жоқ еді. Ол тым алыс. Бірақ Витяның басқа жоспары бар еді. Алыстан аэродромның шетінен үлкен бензин тасушы машина, бензовоз, қатты жылдамдықпен келе жатты. Рөлде Витя. Ол джипті тастап бензовозды айдап әкеткен екен. Витя бензовозды тура ұшақтың ұшу жолағына қарай бұрды. Ұшақ жылдамдық алып келеді. Бензовоз оның жолын кеспекші. «Тоқтатыңдар оны», деп айқайлады Бетон. Бірақ кешеді. Ұшақ ұшқышы қорқып, штурвалды тартты. Ұшақ жерден көтерілді, бірақ жылдамдығы аз еді. Ұшақтың қанаты бензовоздың цистернасына тиіп кетті. Гүрс! Жарылыс болған жоқ, цистерна бос екен, Витя білген. Бірақ соққыдан ұшақ теңселіп барып, алаңның шетіне топыраққа құлады. Қанат сынды.
Ұшақ тоқтады. Ерлан орнынан атып тұрды. Күзетшілер абдырап қалды. Ерлан жанында тұрған күзетшінің тапаншасын жұлып алып, бетонның иығынан атты. Бетон айқайлап құлады. Ерлан ұшаққа қарай жүгірді. Іште өрт басталуы мүмкін. Боралдай аэродромы. Тозақтың ортасы. Сынған ұшақ, Як-40, жер бауырлап жатыр. Оның бір қанаты жұлынып қалған, қозғалтқышынан қою қара түтін будақтап шығуда. Жанармай иісі қолқаны қабат. Кез келген сәтте ұшқын тисе, бәрі күлге айналуы мүмкін. Ерлан жүгіріп келеді. Оқтар оның аяғының астына бұршақтай жауып жатыр. Бірақ ол тоқтамады. Оның көзінде тек бір мақсат — ұшақтың есігі. Бетонның күзетшілері есеңгіреп қалған. Ұшақ құлағанда жер сілкінгендей болды. Олар бастарын көтеріп үлгермей жатып, Ерлан оларға оқ жаудырды. Ол жүгіріп бара жатып, екі күзетшіні сұлатып түсірді. Үшіншісі автомат кезенгенде Ерлан жерге сырғанап, подкат жасап, оның аяғынан атты. Ұшақ ішінде. Ерлан ұшақтың есігіне жетті. Есік майысып жабылып қалған. Іштен балалардың шыңғырған дауысы естіледі. Ерлан мылтығының дүмімен терезені ұрды. Шыны шытынады. Ол бар күшімен теуіп, авариялық люкті ашты. Ішке кірді. Түтін ештеңе көрінбейді. Ұшқыштар кабинасында қимыл жоқ, олар ес-түссіз. Салонның іші астан-кестең. Шетелдік сатып алушылар, америкалық ерлі-зайыптылар бастарын ұстап еденде отыр. Бұрышта орындықтардың арасында 6 кішкентай қыз жылап отыр. Әлия, Әлия, деп айқайлады Ерлан түтін арасынан. Папа, деді жіңішке дауыс. Кішкентай қара көзді қыз жүгіріп келіп, Ерланның мойнына асылды. Ерланның жүрегі тоқтап қала жаздады. Ол қызын қатты құшақтады. Оның иісі туған иісі. Қорықпа қызым. Папаң келді. Бәрі бітті. Бірақ бәрі бітпегені. Шетелдік еркек орнынан тұрып, Ерланға ұмтылды. Ол ақшасын жоғалтқысы келмеді. No, it's my child. Жоқ, бұл менің балам, деп айқайлады ол ағылшынша. Ерлан оған бұрылып, бір-ақ ұрды. Шетелдік құлады. Балалар, тездетіңдер, менің артымнан, деді Ерлан қазақша. Балалар түсінді. Олар Ерланның соңынан ерді. Сырттағы соғыс. Ерлан балаларды люктен шығара бастады. Сыртта нағыз соғыс жүріп жатты. Витя, механик, бензовоздың кабинасына шыққан. Оның маңдайы жарылған, қолы қанаған, бірақ ол тірі. Ол құлаған күзетшінің автоматын алып, бензовоздың дөңгелегін қалқан қылып, бетонның адамдарына оқ жаудырып жатыр. Ерлан, тездет. Олар қоршап барады, деп айқайлады Витя. Марат, бетон иығын ұстап, Ерлан атқан жер машинасының артында тығылып тұр. Оның көзінен жындының оты көрінді. Атыңдар, деп ақырды ол. Ұшақты атыңдар. Бәрін қырыңдар. Ешкім тірі кетпесін. Бастық, ол жақта америкалықтар бар ғой, деді көмекшісі. Маған бәрібір. Куәгерлер қалмасын. Бандиттер ұшаққа қарай оқ боратты. Оқтар фюзеляжға тиіп ұшқын шығарды. Ерлан соңғы баланы жерге түсірді. Витя, балаларды қабылда. Витя жүгіріп келіп, балаларды бензовоздың артына қауіпсіз жерге тықты. Ерлан енді секірейін дегенде жанармай багына оқ тиді. Лап, ұшақтың қанаты өртенді. От лезде салонға кірді. Ерлан жанып жатқан ұшақтан қарғып түсті. Ол жерге домалап түскенде артында ұшақ факел сияқты жанды. Жарылыс толқыны бандиттерді шегіндірді. Лимузинге ұмтылу. Көлік керек, деп айқайлады Ерлан. Біз мына далада нысанамыз. Олардың жанында 50 метр жерде шетелдіктерге арналған ұзын қара Линкольн лимузині тұрған. Қозғалтқышы қосулы. Жүргізушісі қашып кеткен. Витя, балаларды ал. Лимузинге. Витя екі қызды көтеріп алды. Ерлан Әлияны және тағы біреуін алды. Қалған екеуі жүгірді. Бандиттер олардың қашып бара жатқанын көрді.
Жібермеңдер. Бетон тапаншасын алып, өзі атып жүгірді. Ерлан артына бұрылып кезекпен атты. Бетонның жанындағы екі күзетші құлады. Бетон жерге жата қалды. Олар лимузинге жетті. Витя рөлге отырды. Ерлан балаларды артқа тықты да, өзі терезеден шығып, автоматпен жауап қайтарды. Газды бас, Витя. Лимузин орнынан жұлқынды. Ұзын машина аэродромның кедір-бұдыр жолымен секіріп қақпаға қарай жүйкіді. Қашып құтылу. Артынан бетонның аман қалған екі джипі қуды. Бірақ Витя Құдайдың өзі жаратқан механик және жүргізуші. Ол лимузинді танк сияқты айдады. Алдына шыққан күзет бекетін соғып өтті. Шлагбаумды ұшырып түсірді. Трассаға шықты. Джиптер қалмай келеді. Оқ лимузиннің артын тесіп жатыр. Ерлан. Бізді қуып жетеді. Лимузин ауыр, жылдамдық ала алмайды. Ерлан салонды қарады. Бұл элиталық көлік қой. Ішінде бар. Және жүргізушінің жанында сигналдық ракетница жатыр екен. Ерлан оны алды. Ол люкті ашты. Артында келе жатқан джип жақындап қалған. Терезесінен бандит шығып автоматпен атып келеді. Саған сәлем, деді Ерлан. Ол ракетницаны тура джиптің алдыңғы әйнегіне бағыттап шүртпені басты. Гүрс. Отты шар джиптің салонына кіріп кетті. Жүргізуші көз жұмды. Машина басқарудан шығып, жолдан ұшып, аударылып түсті. Екінші джип соқтығысып қалмау үшін тежегішті басып, артта қалды. Уақытша тыныштық. Олар қалаға кірген жоқ. Қалада милиция тосып тұрғаны анық. Витя көлікті тау жаққа, ескі алма бақтарына қарай бұрды. Олар ен даладағы ескі қойшының үйіне қыстаққа келіп тоқтады. Лимузиннің дөңгелегі жарылған, корпусы тесілген. Ол енді жүрмейді. Ерлан балаларды түсірді. Әлия әкесінен ажырамайды. Папа, сен енді кетпейсің бе? Жоқ, жаным. Енді ешқайда кетпеймін. Ерлан қызының бетін сүртті. Оның кішкентай қолдары дірілдеп тұр. Витя жерге отырды. Оның бүйірінен қан ағып тұр екен. Витя. Ерлан жүгіріп келді. Ештеңе емес. Сызып кетті, деді Витя күлімсіреп, бірақ түрі бозарып кеткен. Ерлан оның жарасын қарады. Оқ қабырғасын жарып өтіпті. Қан көп кеткен. Шыда, бауырым. Мен қазір. Ерлан лимузиннің аптечкасын ақтарды. Бент, спирт тапты. Жараны таңды. Біз осында ұзақ қала алмаймыз, деді Витя қырылдап. Бетон бүкіл қаланы көтереді. Ол сені жердің астынан болса да табады. Ол жаралы аң. Ол енді тоқтамайды. Ерлан көкжиекке қарады. Күн ұясына батып барады. Ол балаларды құтқарды. Айсұлу қауіпсіз жерде деп үміттенді. Бірақ соғыс біткен жоқ. Егер ол қашса, оларды бәрібір табады. Бұл мәселені бір жола шешу керек. Жыланның басын кесу керек. Витя, деді Ерлан, сен балалармен осында қал. Мен Сәуле апайға хабарласамын, ол балаларды алып кетеді. Ал сен ше? Ерлан автоматына жаңа оқ жатар магазин салды. Мен үйге барамын. Не үшін? Бетон менің үйімде тұрып жатыр. Ол менің шаңырағымды қорлады. Отбасымды қорлады. Мен сол үйді оның зираты етемін. Сен жалғысың ғой, деді Витя. Ол жақта армия бар. Менің үйім, менің қамалым. Мен ол үйдің әр кірпішін, әр бұрышын білемін. Және әкемнің ескі жертөлесінде не бар екенін олар білмейді. Ерлан Әлияны маңдайынан сүйді. Қызым, Витя ағаңды тыңда. Мен анаңды алып тез қайтамын. Ол лимузиннен қалған бензинді бөтелкелерге құйып алды. Қараңғы түсті. Елес соңғы аңшылыққа шықты. Бұл түн Алматының тарихындағы ең шулы түн болмақ. Түнгі сағат 23:00. Таулы Қырат, Горный Гигант ауданы. Алма бағының ішіндегі зәулім үй қазір тыныш ұйықтап жатқан жоқ. Ол жаралы аңның апаны сияқты. Терезелерінде жарық жанып тұр, аулашы прожекторлар мен сүттей жарық қылынған. Марат, бетон қатты қорқып қалған еді.
Ол аэродромдағы жеңілісінен кейін барлық бригадасыны жинады. Қазір үйді 20-ға жуық қарулы бандит күзетіп тұр. Олардың қолында автоматтар, тіпті муха гранатометі де бар. Бетон қонақ бөлмесінде былғары диванда отыр. Иығы таңылған, алдында бір шөлмек виски. Ол ауырсынуды басу үшін ішіп отыр. Бас болмайды. Қорқыныш оның миын сергек ұстап тұр. Келсін. Келсін, сол афганец деп күбірледі ол тістерін қайрап. Мен оны осы үйде тірідей терісін сыпырамын. Көлеңкелердің оралуы. Ерлан бақтың шетіне жетті. Ол үйіне тікелей қақпадан кірмеді. Ол барлаушы. Ол жаудың күшін бағалады. 20 адам. Иттер, прожекторлар. Қарапайым адам үшін бұл алынбас қамал. Бірақ Ерлан үшін бұл өз үйі. Ол бұл жердің әрбір тасын, әрбір шұңқырын біледі. Және ең бастысы, оның әкесі, марқұм инженер Қасым, кезінде бұл үйді жай ғана баспана емес, жер сілкінісіне төзімді бункер сияқты салған болатын. Ерлан бақтың түкпіріндегі ескі кеуіп қалған құдыққа барды. Бұл құдық су үшін емес, дренаж, жер асты суларын бұру жүйесі үшін қазылған. Ерлан құдықтың қақпағын ашып ішіне түсті. Сасық, дымқыл иіс. Ол қалта фонаригін жақты. Алдыда тар, бетон құбыр жатыр. Бұл құбыр тура үйдің астындағы қазандыққа, котельный апарат. Әкесі оны, егер үй құласа, осы жерден шығамыз деп салған еді. Қазір Ерлан оны кіру үшін пайдаланбақ. Жер астындағы дайындық. Ерлан құбырмен еңбектеп үйдің астына келді. Қазандықтың едендегі люкті басымен итеріп ашты. Тыныштық. Ол жертөлеге шықты. Мұнда ескі заттар, шарап бөшкелері және үйді жылытатын газ жүйесінің негізгі торабы тұр. Ерлан жымиды. Бетон үйді басып алғанда интерьерін өзгерткен шығар, бірақ инженерлік жүйелерге тиіспеген. Ерлан газ құбырының вентилін тапты. Ол газды толық ашқан жоқ, әйтпесе өзі де жарылады. Ол вентилді сәл босатып газдың ақырындап жертөлеге және бірінші қабатқа таралуын қамтамасыз етті. Сосын ол сөмкесінен Витя жасап берген таймерді сағат пен батареяға жалғанған оттық шығарды. 15 минутқа қойды. Бұл оның сақтандыруы. Егер ол өліп кетсе де, бұл үй бандиттерге бұйырмайды. Елес аңға шықты. Ерлан жертөледен бірінші қабатқа көтерілетін баспалдақтың есігін ақырын ашты. Күзетшілер дәлізде жүр. Ерлан жарықты өшіруі керек. Ол электр қалқанын, щиток тапты. Сымдарды үзді. Шарт. Бүкіл үй қараңғылыққа батты. Тек даладағы прожекторлардың жарығы терезеден түсіп тұр. Не болды? Жарық қайда? Деген айқай естілді. Генераторды қосыңдар. Тез. Дүрбелең басталды. Бұл Ерланның уақыты. Ол қараңғылықтан шықты. Бірінші күзетші фонаригін жақпақшы болғанда, Ерлан оның артынан келіп, аузын басып, пышағын қадады. Дыбыссыз құлады. Екіншісі баспалдақта келе жатқан. Ерлан оны аяғынан тартып төменге құлатты. Мойнын бұрап тастады. Ол қару қолданбады. Атыс даусы әзірге керек емес. Қонақ бөлмесіндегі тозақ. Бетон қараңғыда айқайлап жатыр. Ол осында. Ол үйде. Бәрің бері келіңдер. Мені қорғаңдар. Күзетшілердің бәрі қонақ бөлмесіне жинала бастады. Олар қорқып қалған. Елес туралы аңыз олардың жүрегіне үрей ұялатқан. Ерлан ас үйге кірді. Ол бөтелкелерге құйылған бензинді, молотов коктейлін тұтатты. Және дәлізге қарай лақтырды. Гүрс. От лап етті. Газдың иісі шығып тұрған дәліз бірден жалынға оранды. Бандиттер айқайлап оттан қаша бастады. Ерлан енді автоматын қолына алды. Ол түтіннің арасынан шығып, оттың жарығында абдырап жүрген бандиттерді нысанаға алды. Тра-та-та. Үшеуі құлады. Қалғандары бейберекет оқ жаудырды. Олар қабырғаларды, жиһаздарды жатты.
Ол үнемі қозғалыста болды. Ол бір жерден атып, лезде басқа жерге ауысып отырды. Соңғы шеп. Бетон диванның артына тығылды. Оның жанында ең сенімді екі оқ қағары қалды. Үй жанып жатыр. Түтін қолқаны қабады. Бастық, кетеміз. Үй өртеніп жатыр, деді оқ қағардың бірі. Жоқ, мен оны өлтірмей кетпеймін, деп ақырды Бетон. Ерлан қонақ бөлмесіне кірді. Оның түрі қорқынышты еді. Үсті басы қанмен күйі, қолында автомат, көзінде өшпенділік оты. Оқ қағарлар оны көрді. Атыс басталды. Ерлан үстелді қалқан қылып сырғанап өтті. Ол бір оқ қағардың тізесінен екіншісінің иығынан атты. Екеуі де құлады. Бетон жалғыз қалды. Ол тапаншасын Ерланға кезенді. Бірақ оғы таусылып қалған еді. Шық. Ерлан оған жақындады. Оғың бітті ме, Марат? Бетон тапаншасын лақтырып жіберді. Ол қорыққанын көрсеткісі келмеді. Сен жеңдің, солдат. Үй сенікі. Ал не істейсің? Атасың ба? Мені өлтірсең, менің адамдарым сені жердің түбінен табады. Ерлан оған қарады. Сен менің үйімді бұлғадың. Отбасымды қорладың. Өлім саған тым жеңіл жаза. Ерлан оны атқан жоқ. Ол Бетонның аяғынан 2 рет атты. Бетон айқайлап құлады. Ол жүре алмай қалды. Өрт күшейіп төбені шарпыды. Ерлан бөлменің ортасында тұрған сейфке қарады. Ол ашық жатыр екен. Бетон құжаттарды алмақшы болған. Ерлан сейфтен үйдің құжаттарын емес, әкесінің ескі фотоальбомын алды. Бұл осы үйден қалған жалғыз естелік. Сен осында қаласың, Марат, деді Ерлан. Бұл үй енді сенің зиратың. Мен саған айтқанмын, мен Бетонды іргетасқа қалаймын деп. Жоқ, мені тастама. Күйіп өлемін, деп жалынды Бетон еденде еңбектеп. Ерлан бұрылды. Ол терезеден секіріп шықты. Далаға шыққанда жертөледегі газ бен Ерлан қойған таймер қосылды. Гүрс, жойқын жарылыс үйдің шатырын аспанға ұшырды. 2-ші қабат опырылып, 1-ші қабаттың үстіне құлады. Марат, Бетон және оның империясы оттың ортасында қалды. Көмек келді. Ерлан бақтың ішіне, қауіпсіз жерге жетті. Ол жерге жатты. Күші таусылды. Жарасы ашылып, қан ағып жатыр. Алыстан сирена даусы естілді. Өрт сөндірушілер, милиция, жедел жәрдем. Бірақ олардың арасында бір таныс көлік көрінді. Бұл подполковник Нұрланов, Ерланның ауғандағы командирі, қазір ұлттық қауіпсіздік комитетінде істейтін офицер. Нұрланов Витяның хабарын алған екен. Витя аэродромнан кейін оған қоңырау шалған. Нұрланов пен оның адамдары жүгіріп келді. Ерлан. Тірісің бе, батыр? Ерлан көзін ашты. Командир. Мен үйді тазаладым. Сен тек үйді емес, қаланы тазаладың, балам. Бетонның қылмыстары әшкереленді. Жетімхана директоры сайрап жатыр. Аэропорттағы америкалықтар ұсталды. Бұл халықаралық скандал. Сенің арқаңда үлкен желіні ұстадық. Аурухана. Ерланды ауруханаға алып кетті. Ол 3 күн ес-түссіз жатты. 4-ші күні көзін ашқанда палатасы жарық екен. Жанында Айсұлу отыр. Оның жүзі әлі бозғылт, бірақ көзінде иіс бар. Дәрігерлер оны тазартып, иісін қайтарған. Және төсектің шетінде кішкентай Әлия ұйықтап жатыр. Ерлан. Айсұлу оның қолын сүйді. Біз біргеміз. Ерлан жымиды. Ол соғыстан оралды. Бұл жолы түпкілікті. Эпилог алдындағы тыныштық. Бірақ оқиға толық аяқталған жоқ. Ерлан үйінен айырылды. Үй өртеніп кетті. Олардың барар жері жоқ. Витя, механик, ауруханада жатыр. Оның жағдайы ауыр, бірақ тұрақты. Ал қалада Бетонның қалған құтқан сыбайластары әлі де бар болуы мүмкін. Ерлан терезеге қарады. Біз жаңа үй саламыз, Айсұлу, одан да биік, одан да берік. Ең бастысы, іргетасы таза болады 3 күннен кейін. Өртенген үйдің орны.
Алматының Таулы Қырат ауданындағы зәулім үйден тек қарайған үйінділер мен күл қалған. Өрт сөндірушілер жұмысын аяқтап, енді тергеушілер мен арнайы жасақ, кирандыларды тазалап жатыр. Ауаны әлі де күйік иісі жайлап тұр. Подполковник Нұрланов, Ерланның командирі, кирандының ортасында тұр. Оның алдында зембілде қара пакетке салынған дене жатыр. Бұл Марат, Бетон. Кеше ғана қаланы уысында ұстаған мафиоз, бүгін танымастай болып күйген өлікке айналды. Жолдас подполковник, деді лейтенант жүгіріп келіп. Жертөледен сейф табылды. Ол отқа жанбапты. Нұрланов сейфті аштырды. Ішінде ақша емес, қағаз ақшалар күлге айналған болуы мүмкін, ең бастысы қара дәптер жатыр екен. Бұл дәптерде Бетонның барлық қылмыстық байланыстары, пара алған шенеуніктердің, сатылған милиция генералдарының тізімі жазылған. Нұрланов жымиды. Міне нағыз бомба осы. Енді қалада үлкен тазалау болады. Ерлан бізге қызмет етті. Аурухана, палата 105. Ерлан терезеге қарап тұр. Иығындағы жарасы жазылып келеді. Палатаның есігі ашылып, Нұрланов кірді. Қалың қалай, батыр? Жаман емес, командир. Үй не болды? Үй жоқ, Ерлан іргетасына дейін қираған. Бірақ Нұрланов қалтасынан папка шығарды. Мұнда жер учаскесіне құқық беретін жаңа құжаттар. Бетон үйді заңсыз тартып алғаны дәлелденді. Жер қайтадан сенің атыңа жазылды. Үкімет саған терроризммен күрескенің үшін деп құрылысқа жететін өтемақы, компенсация бөлді. Ерлан папканы алды. Рахмет, бірақ маған ең бастысы отбасымның тыныштығы. Олар мені соттамай ма? Ресми нұсқа бойынша Марат, Бетон өзінің бәсекелестерімен атысып газ жарылысынан қаза тапты. Сен жәбірленушісің. Іш жабылды. Сен боссың, Ерлан. Досқа құрмет. Ерлан дәлізбен келесі палатаға барды. Онда Витя, механик жатыр. Оның жағдайы ауыр болған, бірақ қазір беті бері қараған. Витя Ерланды көріп әлсіз жымиды. Елес, біз олардың күлін көкке ұшырдық па? Ұшырдық, Витя, сен нағыз еркексің. Сен болмасаң, қызымды құтқара алмас едім. Қойшы, Витя қолын сілтеді. Мен жай ғана техниканы жақсы көремін ғой. Әттең лимузин обал болды. Ерлан күлді. Витя, мен саған қарыздармын. Жаңа үй салғанда гаражды өзіңе беремін. Ең үлкен гараж болады. Шеберхана ашасың. Келістік, деді Витя көзі жайнап. 6 айдан кейін. Көктем. Сол баяғы Таулы Қырат. Қираған үйдің орны толық тазаланған. Қазір онда құрылыс қызу жүріп жатыр. Бірақ бұл жолы зәулім сарай емес, шағын, жайлы, ағаштан және қызыл кірпіштен соғылған жылы үй салынуда. Аулада алма ағаштары гүлдеп тұр. Ерлан күрек ұстап, жас көшеттер отырғызып жүр. Оның жүзіндегі соғыстан қалған сұрқия іздер жоғалған. Көзінде нұр бар. Үйдің верандасында Айсұлу дастархан жайып жүр. Ол толықтай айыққан. Жындыхананың сұмдығы артта қалды. Ол қайтадан мектепке мұғалім болып орналасқан. Аулада кішкентай Әлия күшікпен ойнап жүр. Оның сыңғырлаған күлкісі бүкіл бақты жаңғыртып тұр. Қақпа ашылып, Жигули кірді. Ішінен ақсаңдап басса да көңілді Витя түсті. Қолында үлкен қорап жаңа теледидар. Қоныс той құтты болсын, деп айқайлады ол. Артынан Сәуле апай, көрші келді, қолында бауырсақ. Бәрі үлкен үстелге жайғасты. Аспан ашық. Алатаудың шыңдары апақ болып жарқырап тұр. Ерлан қолына кесесін алды. Достар, деді ол. Мен ауғаннан оралғанда соғыс бітті деп ойлағамын. Бірақ нағыз соғыс осында бейбіт өмірде болды. Біз жеңдік. Бірақ менің түсінгенім, үй деген қабырға мен шатыр емес екен. Үй деген сені күтетін адамдар.